Күйеуін өлтірді деген жалған айыппен сотталған әйел түрмеде жазасын өтеп жүрді. Бір күні телефон соғуға мүмкіндік алып баласымен сөйлесіп жатқанда, ол кенеттен әке деп айқайлап қалады. Сөйтсе, оның күйеуі өлмеген екен. Оның үстіне өзінің ең жақын құрбысымен бірге тұрып жатқан болып шығады. Сол сәтте күйеуі телефон сымын жұлып тастап, байланыс үзілді. Либи қайта-қайта хабарласуға тырысқанымен еш нәтиже болмайды. Осы кезде оның санасында бәрі бірден орнына келе бастады. Сонда күйеуі өз өлімін қолдан ұйымдастырған ба? Оны кісі өлтірді деп кінәлетіп түрмеге қаматып сақтандырудан қомақты ақша алып, кейін құрбысымен бірге жаңа өмір бастағаны ма? Бірақ мұны түрмеде отырып дәлелдеу мүмкін емес еді. Оның жалғыз үміті сақтандыру компаниясы болатын. Алайда олар да сөзіне сенбеді. Түрмедегі бұрын заңгер болған әйел оның үкімін қайта қаратуға болатынын, бірақ бұл ұзақ жылдарға созылып, жеңіске жету мүмкіндігі небәрі 5% ғана екенін айтады. Сондықтан ол Либиге түрмеден шыққан соң күйеуін тауып, өлтіруге кеңес берді. Өйткені ол онсыз да күйеуін өлтірді деген айыппен қамалды. Демек, өлдіге саналған адамды өлтірген үшін оны екінші рет соттай алмайды. Либи бұл кеңесті қабылдап күн сайын жаттығу жасай бастады. Басқалар әңгімелесіп отырғанда ол денесін шынықтырады. Өзгелер демалып жатқанда жаңбыр астында жүгірді. Ұлын қайта көремін деген үміт оған күш беріп отырады. Осылайша 6 жыл өте шықты. Жақсы тәртібі үшін Либи шартты түрде босатылды. Алайда толық еркіндікке емес, пробация қызметкерінің бақылауындағы арнайы тұрғын үйге жіберіледі. Ол жерде 3 жыл тұруы керек. Ережелер өте қатаң болатын. Төбелесуге болмайды. Ешқандай жаңжал шығармауы тиіс. Және кешкі 8:30-ға дейін міндетті түрде оралуы керек. Бір ғана тәртіп бұзса, қайтадан түрмеге жіберілетін. Бостандыққа шыққан соң Либидің ең басты мақсаты ұлын табу болды. Ол үшін алдымен бұрынғы құрбысын іздеуге кіріседі. Құрбысы жұмыс істеген балабақшаға барғанымен, директор оған мекенжайды беруден бас тартты. Себебі оның пайда болуы баланың өмірін астан-кестен етеді деп санады. Сол түні Либи қараңғылықты пайдаланып балабақша терезесін шынтағымен сындырып ішке кіреді. Бұл уақытта пробация қызметкері оның уақытында оралмағанын байқаған болатын. Ол Либидің міндетті түрде ұлын іздеуге шығатынын бұрыннан сезген еді. Либи құжаттардың арасынан Энджелдің мекенжайын тауып алады. Бірақ дәл сол сәтте полиция келіп, оны қуа жөнелді. Түрмеде өткізген 6 жыл оның денесін әбден шынықтырған болатын. Сондықтан ол балабақшадан оңай қашып шығады. Полицейлер соңынан жағалауға дейін қуды. Қараңғыда жердегі ағашты байқамай апатқа ұшырайды. Дегенмен жер құм болғандықтан, әрі полиция қызметкерлері белдік таққандықтан ешқайсысы ауыр жарақат алмады. Ақыры олар Либиді ұстап алады. Шартты босату талабын бұзғаны үшін оны қайтадан түрмеге қайтаруға шешім қабылданды. Фильмнің атауы «Двойной просчет».